Сәлеметсіздер ме, балалар? Қарағанды облысының білім басқармасы, Балхаш қаласының білім бөлімінің Абай атындағы нөмір 2 мектеп-лицейінің информатика пәні мұғалімі Байжұманова Ләйлім Қанатқызы. Бүгін біз сіздермен екінші бөлім денсаулық және қауіпсіздік тарауын бастаймыз. Бүгінгі тақырып компьютерді пайдаланудың кері аспектілері. Оқу мақсаты адам ағзасына түрлі электронды құрылғылардың әсері туралы мысал келтіру және қорғану тәсілдерін тиімді қолдану. Түйін сөз: компьютер әсері, влияние компьютера, effect of the computer. Электромагниттік сәуленің әсері, влияние электромагнитных лучей, influence of electromagnetic beams. Монитордың әсері, влияние монитора, the effect of the monitor. Естеріңізге түсіріңіздер. Процессор дегеніміз не? Процессордың қандай сипаттамаларын білесіңдер? Компьютер жылдам жұмыс жасау үшін қандай микропроцессор қажет? Бүгінгі сабақта меңгерілетін білім: компьютердің адам ағзасына қалай әсер ететіні, компьютердің тигізетін әсерінен қорғанудың тәсілдері, салауатты өмір салты мен компьютерде жұмыс істеуді тиімді байланыстыру. Сіздердің алдарыңызда жағдаят. Аярудың анасы компьютердің ағзаға тигізер зияны көп деп, ұзақ уақыт бойы жұмыс жасауға тыйым салады. Неліктен? Өз ойларыңызды дәптерлеріңізге жазыңыздар. Оқулықпен жұмыс. Алдарыңызда 33-ші бетте көрсетілгендей, компьютер алдында ұзақ отыру қандай зияны мен алдын алу шаралары бар екен? Компьютердің алдында ұзақ уақыт бойы отырсақ, қисайып, ұзақ отыру омыртқа пішінінің өзгеруіне әкеледі екен. Омыртқа аралық дискілер деформацияланады. Қан айналымы нашарлайды. Аяқтардың қозғалыссыз болуынан қан тамырлары варикоз ауруына шалдығады. Оның алдын алу үшін компьютер алдында жұмыс жасап отырғанда дұрыс отыру ережесін сақтау, омыртқаның тік болуы, арқа мен мойын бұлшық еттерінің бос болуы, монитордың жоғары нүктесі көз деңгейінде болуы шарт. Сергіту жаттығуларын жиі жасап тұру қажет. Белсенді өмір салтын ұстану керек. Осы орайда мен сіздерге бір бейнероликті көрсеткім келеді.
Бейнеролик бойынша сұрақ: электронды құрылғыларды қолдануда кездесетін кері әсерлер қандай екен? Келесі: көру қабілетіне тигізетін әсері. Көз жасқа толады, кескіннің айқындылығы жоғалады, құрғақ көз синдромына шалдығады, алыстан нашар көретін болады. Монитор алдында ұзақ отыру көздің мүлдем көрмей қалуына әкеледі. Бұл жағдайлардың алдын алу үшін әр сағат сайын көз жаттығуларын жасау қажет. Бөлме жарық болу керек. Мониторға дейінгі арақашықтық 60-70 сантиметр болу керек. Анда-санда монитордан көзді алып алысқа қарау қажет. Жұмыс кезінде көзді жиі жыпылықтату керек. Келесі: электромагниттік сәуленің зияны. Бұл дегеніміз, біз өзіміз күнделікті өмірде телефонды, ұялы телефон, Wi-Fi желісі, сонымен қоса компьютерді жастанып, бас жағымызға қойып қоятынымыз бар. Және де ас бөлмесіндегі күнделікті қолданатын микротолқынды пеш, кір жуатын машина, бұлардың да өздерінің сәуле шығару көрсеткіштері бар. Егер олар нормадан тыс, яғни қалыптан тыс болатын болса, адам жүйке және жүрек ауруларына шалдығады, қан құрамы өзгереді, ми биотоктары бұзылады. Олардың алдын алу үшін сұйық кристалды мониторды қолдану қажет. Компьютермен жұмыс аяқталса, өшіріп тастау қажет. Жүйке жүйесі мен психикаға әсері. Интернетке тәуелділік және ойын құмарлылық, шаршау, депрессия, ұйқысыздық, созылмалы бас ауруы. Алдын алу шаралары: интернет желісіне қажеттілікпен ғана кірген жөн. Компьютерде жұмыс жасау ережесін ұстану керек. Оқу тапсырмасы. Оқулықтың 35-ші бетіндегі талдап салыстырайық айдары. Компьютер алдында ұзақ отырудың адам ағзасына тигізетін зиянды факторларын талдаңыздар. Және де дәптерге орындайық айдары. Берілген кестеде тақырыпқа қатысты сөздерді тауып дәптерлеріңізге жазыңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.